Сәлем достар, бүгін біз қуырдақ дайындаймыз. Ол үшін бізге қойдың еті қажет, және де қойдың не сиырдың майы қажет. Сарымсақ және жуа пайдаланамыз. Ол үшін біз бірінші майды шыжғырып аламыз. Майдан керегінше май аламыз. Шимек май қоспаймыз. Құрғақ ыссы табаға майды салып шыжғырып аламыз. Сол кезде керегінше май бөлінеді. Қалған майда бөліп аламыз. Қуырылды. Керегінше май бөлінгеннен кейін қалған майларды сүзіп алдым. Шимек май қоспаймыз, шимек май пайдаланбаймыз. Тек малдың майына пісіреміз. Етті саламыз керегінше. Менде ет өте көп болды, сондықтан да картошка салам деген ой болды, бірақ картошка салмадым. Егер де сізде етіңіз аз болса, картошка араластыруыңызға болады. Тұзын салмас бұрын бірінде жақсылап тұрып қуырып аламыз. Ет ағарғанға дейін. Содан кейін барып жарты қасық тұз саламыз, және де пияз саламыз. Және 3 тал сарымсақ саламыз. Сарымсақты турамаймыз, солаймен салып жібереміз. Етті барынша араластырамыз да қақпағын жауып басып қоямыз астын. Егер де мал жас болса, онда әрине 1 сағат піседі басқан отта. Егер де малдың жасы үлкен болса, онда 1 сағат жарым, 2 сағат піседі. 1 сағаттан кейін жайлап ашып, дәмін қарап, еттің қаттылығын, жұмсақтығын тексеруіңізге болады. Менде 1 сағатта уже дайын болды. Мұны дастарханға салып, бетіне көк әшекейлеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып тіркеліп қояйық.